Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 1-ші сынып 56-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы геометриялық фигураларды өлшеу. Оқу мақсаты 1-3-1-3 геометриялық фигуралардың 3-1-3 шаршы, тіктөртбұрыш қабырғаларын өлшеу және салыстыру. 1-1-3-2 өлшеу. Өлшем бірліктерді ұзындық, сантиметр, дециметр қолданып өлшеу. 1-3-2-2 берілген ұзындығы бойынша кесінді сызу. Сабақтың мақсаты геометриялық фигуралардың қабырғаларын өлшеп, салыстыра алады. Біздің қалада аттракциондар саябағы бар. Сырым саябаққа барып келді. Ол аппликация жасады. Сырым қандай геометриялық фигураларды пайдаланды? Сырым қағаздан фигураларды қиды. Кесінділердің немесе фигуралардың қабырғаларының ұзындықтарын қалай өлшейтінін айтты. Фигуралардың қабырғаларын өлшей, тіктөртбұрыштардың қабырғаларының ұзындығын салыстыр. Бұл жерде 3-бұрышты, 4-бұрышты және шаршы фигураларын пайдаланды. Сызғышты пайдалана отырып геометриялық фигуралар ұзындығын өлшейміз. Кесіндінің ұзындығын өлшей. Кесіндінің ұзындығы 5 см-ге тең. 3-бұрыштың ұзындығы табаны 2 бүйір қабырғасы 2 см-ге тең екен. Тіктөртбұрыш ені 1 см, ұзындығы 4 см-ге тең. Шаршының қабырғасының ұзындығы 2 см. Шаршы болғандықтан барлық қабырғалары бірдей болады. Ал тіктөртбұрыштың 2 бүйір қабырғасы бір-бірімен бірдей болып келеді. Жасыл тіктөртбұрыштың ені 2 см, ұзындығы 3 см-ге тең. Топтық жұмыс. Екінші тапсырма. Жолақтардың ұзындығын өлшеу, олардың ұзындықтарының қосындысын есепте. Бірінші қызыл жолақ неше сантиметр екен? Бұл жолақты өлшеу үшін сызғышты пайдаланамыз. Қане балалар, бірге өлшеп көрейік. Қызыл жолақ 5 см-ге тең. Сары жолақ 4 см-ге тең. Күлгін жолақ 3 см, көк жолақ 6 см-ге тең екен. Осы жолақтардың қосындысының ұзындықтарын есептеп көрейік. 5 см мен 4 см-дің қосындысы 9 см-ге тең. 3 см мен 6 см-дің қосындысы 9 см-ге тең. Тапсырмасы. Қандай ұзындықтағы жолақ қалды? Есепте. Барлығы 6 см жолақ болған, оның 20 см-ін қиып алды. Қанша сантиметр жолақ қалды? Ол үшін 6 см-ден 20 см-ді азайтамыз. Қалғаны 40 см жолақ. Өзіндік жұмыс. Кесінділерді өлше, олардың ұзындығын салыстыр. Жасыл кесінді 6 см-ге тең, көк кесінді 4 см-ге тең. 6 см 4 см-ден артық. Егер екі жолақтың ұзындығын қоссақ, қандай ұзындық шығады? 1 дециметр мен 5 дециметрдің қосындысы 6 дециметрге тең. Күлгін сары түсті жолақ 2 дециметрге тең, қызыл жолақ 1 дециметрге тең. 2 дециметр мен 1 дециметрдің қосындысы 3 дециметрге тең. Көк жолақ 5 дециметр қосу, күлгін сары жолақ 2 дециметрге тең. Мәні 7 дециметр. Жасыл жолақ 9 дециметр қосу, қызыл жолақ 1 дециметрге тең. Мәні 10 дециметр екен. Айырмашылықты тап. Оң жағында және сол жағында суреттер берілген. Осы екі суреттің айырмашылығын табу керек біз. Бұл суреттің айырмашылығын балалар өздеріңіз тауып шығасыздар. Тапсырма. Қай жол қысқа? Сызғыштың көмегімен жолдардың ұзындығын өлше, оларды салыстыр. Ең қысқа жолды тап. Яғни көлге бару үшін ең қысқа жолды табуымыз керек. Ол үшін сызғыштың көмегімен үшбұрыштың ұзындығын өлшеп шығамыз. Бұны балалар өздеріңіз орындайсыздар. Үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын өлшейді, нәтижелерін салыстырады және ең қысқа жолды анықтайды. Дәптермен жұмыс. Геометриялық фигураларды өлшеу. Бірінші тапсырма. Фигуралардың көрсетілген қабырғаларының ұзындықтарын өлшеп, оларды жаз. Фигураларды өздеріңіз өлшеп, неше сантиметр екен астарына жаза қоясыздар. Екінші тапсырма. Кесінділерді өлшеп, ұзындығын жаз. Ең қысқа кесіндіні қоршап сыз. Қызыл кесінді 5 см, төмендегі кесінді 4 см, оң жағындағы кесінді 6 см. Ең қысқа кесінді сонда қайсысы балалар? 4 см.
Осы 4 см кесіндіні қоршап сыза қоясыздар. Кері байланыс. Жасыл алма барлығын түсіндім, сары алма енді түсініп келемін, қызыл алма түсінбедім. Өздеріңіздің қалаған алмаларыңызды алып, кері байланыс жасайсыздар. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.